болғандай, жаздық шақтың қызықтарын қиялдай, қан майданда отаным деп жан берген, қайран бізіп қышып кеткен ол қыздар. Арыстан, о арыстан, есімізден кетпесіңдер мәңгілік. Мәңгілік, о мәңгілік, жүректерге жалын отын жандырып. Сенің жаның қанатында кептердің, арайланып азаттығым жеткен күн. Ұланамыз жігері бар бойында, өздерінде бабасы бар тектелді. Кетпесіңдер мәңгілік. Мәңгілік, о мәңгілік, жүректерге жалын отын жандырып. Кетпесіңдер мәңгілік. Мәңгілік, о мәңгілік, жүректерге жалын отын жандырып. Арыстан, о арыстан, есімізден кетпесіңдер мәңгілік. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! Соғыс деді естіңдер ме? Сұмдығы, енді қайттық. Күніміз не болар екен? Масқара, енді қайттық, күніміз не болар екен?
Құдайым-ай! Қой да жамандық шақырмай. Ешетіне жау тисе, арқасер азаматтар, яғни біз бар емеспіз бе? Ат басына күн туса, ауыздықпен су ішер. Ер басына күн туса, етігімен су кешер деген бар емес пе? Жыламаңдар, жастарыңды тыйыңдар. Бұлт тұрлады аспанды, қара жер қанға ластан. Зеңбірек атып жан-жақтан, осылай соғыс басталды. Отан үшін Аттанайық! 1418 күнге созылған, 60 елді қамтыған, 120 миллионға жуық адамға солдат шинелін кигізген мұндай соғыс адамзат тарихында болған емес. Бұл сұрапыл майданда қаншама миллион адамның өмірі қыршыннан қиылды. Осынау қанды қырғынға Қазақстаннан 1.366.000 адам қатысты. Өкінішке қарай, олардың барлығы туған жеріне оралмады. Перед боем тихие, теплые вечера, и покрыт тревожную сон тишиной. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Здесь березы белые, травы высокие, враг не должен дальше пройти. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Полыхнули взрывы, и небо обрушилось. Солнце не видать, прячет дыма стена. Спят березы белые, травы высокие, забрала вас, мальчики, война. Отстояли родину в годы суровые, нет следов далеких дорог боевых. Нужно, чтобы помнили, мы с тобою помнили имена героев своих. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Соғыс жылдарында Қазақстан тылында жеңісті жақындату үшін еселі еңбек үлгісі көрсетілді. Еңбекшілер майданға көмек ретінде 1600 вагон сыйлық жіберді. Олар жылы киімдер, азық-түліктер. Жауға атылған 10 оқтың 9-ы Қазақстан қорғасыннан жасалды. Жеңісті жақындатуға тыл еңбеккерлерінің үлесі ерекше. Өздері қара су мен шалапты, қара нанды талғажау еткен халық бар жақсысын, бар жылысын 1418 күнге майданға жіберді. Соғыс жылдарындағы аналар еңбегі ерекше еді. Олар өз жарларының, балаларының, немерелерінің қанды майданнан аман сау оралуын тіледі. Елдегі еңкейген қарттар мен еңбектеген балаларға басшы болады. Масқара! Құдайым-ай!
бе, бәлкім ұрыста адасып кеткен шығар. Көрде тұр, әкең аман есен келеді әлі, жылама. Соғыс. Соғыс. Қанша үйден әкесін алды. Қанша үйден ұлы қыздарын жалмады. Қанша маңналар зар үйден кесір қалды. Бұл соғыс қашан бітеді? Соғыс деген қайдан шықты? Авторы кім алғашқы? Есіл адам, есі кетіп, оған несі жармасты? Бүкіл адам тарихының беті неге қан басты? Соғыс деген аққан соры ақ сүйектің қолында. Соғыс деген төккен ары ұлдың және қыздың да. Соғыс деген сотқарлардың қолындағы найзасы. Соғыс деген зұлымдықтың айнасы. Найзағай жиі шақпақталып, майданға азаматтар кетті аттанып. Ежелден біздің елдің рухы асқақ. Сенің қалды сонда сақтап қалып, алар жау сыбағасын оңбай бізден. Шығамыз соңғы күшпен, соңғы айбынмен, қорғаймыз байтақ елді. Өткен оны әр ұрпақ осында қорғай білген. Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Есің бе? Ояншы. Пішендік. Бір 1945 жылдың 30 сәуірінің кешінде 6 сағат 30 минутта жеңіс туы тігілді. Ту тіккен Рахымжан Қошқарбаев. 4 жылға жуық созылған қан төгіс аяқталды. 9 мамыр жеңіс күні. Бірақ бұл жеңіс бізге оңайлықпен келген жоқ. КСРО-ның 1710 қаласы күл талқан болды.
село мен деревняларды өртеп жіберді. Қаншама ана баласыз, қаншама бала әкесіз қалды. Соғыс даласынан 20 миллионнан астам адам қайтқан жоқ. Ал оның ішінде 350 мыңы қазақ болады. Сені қанша зарға күттім. Ұлы жеңіс! Тағзым етем саған. Ұлы жеңіс! Баянды бұла көр. Ұлы жеңіс! Көз жасымыз аз болған жоқ. Өзің кешірерсің. Қаншама батыр ерлер мен батыл қыздар оқышты. Көп оралмады. Бірақ өзің келдің. Өзің келдің. Ұлы жеңіс! Бір 1941-1945 жылдары ерлік көрсеткен жауынгерлеріміздің алқасында өз тәуелсіздігімізді алып, әлемге танылып отырмыз. Өз әнұранымыз, өз елтаңбамыз, биікте көрінер туымыз бар. Бұл үшін үлкен қуаныш, үлкен бақыт, ешкімде, еш нәрседе ұмытылмайды.